Жоқ, мен әкіммен жол өзім звондап айтсаңыздар. Әкімнің орынбасары. Маған әкімнің орынбасары керек емес. Мен әкімнің өзінен сұрағым келіп тұр. Неғып шықпайды ол? Неге қорқып отыр ол? Айтыңызшы. Шенеунік болсын, әкім болсын, ол біздің салығымыздан күн көретін жұрт жалдаған жұмысшы. КСК-ға жұмысына көңіл толмайды. Қасқыр емес қазағым, білесіздер, мен мынау Алма-Ситида болып жатқан ОСИ дейді, КСК дейді, соның әңгімесі бойынша қазір Наурызбай ауданының әкімдігіне келіп, осы Наурызбай ауданының әкімі Тоғызбаева Назира Асылбекқызымен жолыққым келген. Алайда Назира Асылбекқызы ішінде дейді, бірақ шығуға дым мұршасы болмапты. Әкім қай жерде қазір? Примерно айтыңызшы. Қазір акиматта. Күректі енді. Жоқ, кірмейсіз. Оның графигі бар дейді. Сонымен қатар бізге аппарат басшысы шықты. Аппарат басшысы тіпті әкімнің басты функцияларын білмейтіндей әсер қалдырды маған. Не істейді әкімнің функциясы? Не? Сайты ашыңыз, оқыңыз, пожалуйста. Сіз білмейсіз ба аппарат басшысы? Білем. Айтсаңызшы. Қазір айта алмаймын. Неге? Тоқтаңызшы. Айта алмаймын қазір. Неге айта алмайсыз? Білмейсіз ғой значит. Білем. Сіз білсеңіз айтып беретін едіңіз. Біз бұнымен тоқтамаймыз. Біз қазір қала әкіміне барамыз. Және де мынау достықтың бойында орналасқан осы осиларды қадағалайтын ұйым бар екен, оған да барамыз. Асхат Қанаевты сервис көріп, 2. КСК-ға жұмысына көңіл толмайды. Уақытылы отчет бермейді. Отчет сұрасақ, мен сендерге қызмет көрсетпеймін деп қорқытады. Отчет сұрасақ, солай жауап береді. Сізге капитальный ремонт жасалды деп айта алмаймын. Мүлдем. Текущий счет 3 миллионнан асық қарыз тұр. Көк печатымен мына қолымда. Сонымен қатар біз Асхат Қанаев отыратын жаңағы Алма-Ситидің осиіне де бардық. Ол жақта Асхат Қанаев жұмбақ түрде жоқ болды. Вы перестаньте, пока я еще раз не дала вам согласие. Он не имеет права, потом суд подадите. Не имеет права, не имеете права. Я вам еще раз сказала. Ертекелер, почему вы не предупредили нас? Он в акимате сейчас. Он в городском акимате. Қала әкімдігіне кеткен дейді. Оси басшылығы қала әкімдігінде не істеп жүр деген сұрақ туды менде. Себебі Оси КСК деген таңдауды тек қана әкімдік емес, Оси емес, халық қана шешеді. Роман Скляр президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды дейді. Сонда мен қояр сұрағым, бұның көкесі кім? Қайда жұмыс істесе де, қайда отырса да мен бір пайдасын көрген жоқпын, оның бар ғой. Осы училсбор деп халық қанша шулады, талап етті, түк өзгерген жоқ. Осы қазақтың жері су басып жатқан кезде, ТЭЦ жұмысынан шығып жатқан кезінде де оның бір керемет ерлігін мен көрген жоқпын да. Бірақ лауазым әйтеуір өсе береді да. Сол уақытта қазақтың мүддесіне еңбек етіп жүрген бір қолмен санарлық азаматтар бар деп мен ойлайтын, осы Айбек Дәдібай орнынан лауазымнан шеттетілді дейді. Сонда менің сұрағым билікке, неге әлі күнге дейін осы ескі Қазақстанның Назарбаевтың кадрлары билікте отыр? Неге олардың бәрін тазалап, оның орнына Айбек секілді жас елін мүддесіне еңбек ете алатын азаматтар тағайындауға болмайды деймін да? Болды ғой, енді 30 жылдық жүйені көрдік, жетет қойдық оғаншы. Сосын қазір вице-президент Досаев болуы мүмкін дейді. Соғанда айтар, Досаев керек емес бізге вице-президент болған. Қазақ халқы алматылық ретінде айтайын, жұмыс ұнаған жоқ маған. Ондай вице-президент керек емес маған. Ол қай жерде министр болып бір пайдасын бізге тигізген жоқ, жеке мен пікірім. Қазақтың вице-президенті елінің мүддесіне еңбек ететін адам болып тағайындауы тиіс. Адам тауымай айтсындар ма? Санжар секілді ұлтжанды азаматтардан қорқасыңдар ма? Жарайды. Нұртілеуді қоясыңдар ма? Каринді қоясыңдар ма? Қойындар, халық танитын біреу. Еңбегін кішкене көрген біреу. Қазағым, жастарға айтарым. Еңбектеніңдер, білім алыңдар, жұмыс істеңдер, өсіңдер, өніңдер. 5-10 жылда қазақтың жерінде 100 мыңдаған президент, вице-президент болатын азаматтар болуы тиіс. Тұтындар ма? Сендер болмасаңдар, істеп жүреміз, деп. Жемқорларға 30 жыл бойы жем болдық. Сондай болмау үшін әрбір бауырымыз сендердің болашақтан қазақтың болашағы сендер қолдар. Еңбек етіп қазақтың болашағы үшін күресейік. Оян қазақ, көзіңді аш көтер, басты. Кез келген еркектің мықты, мен деген жана кәсіпте жүрген болсын, жетістікке жетіп жүрген тұлға болып қалыптасқан еркектердің артында мықты әйел тұрады. Ол факт. Оған дәлел жаңағы Тұрсын Алагөзов деген бизнесмен бар ғой, танымал. Ол кісі кезінде дымсыз қалған уақытында
әйелі Баян Мақсатқызы кәдімгідей көмектесіп, поддержка беріп, жаңағы мотивация беріп, сол кісінің бір жетістікке жетуіне, белгілі бір белесті бағындыруына себепші болған адам оның әйелі. Егер әйелі дұрыс болмағанда, сол банкрот болған уақытында тастап кетіп, немесе одан теріс айналып кеткен уақытында ол адам мүмкін жаңа қазіргі деңгейіне жете алмауы мүмкін еді. Сонда ойлап қарасаңыздар, әйел адамның күйеуіне деген сенің қолынан бәрі келеді. Сен істей аласың, ты все можешь деген жалғыз ауыз сөзі еркекке айтқан әйелдің тарапынан. Сол сөз, еркек сол сөзді естісе, тауды да жарат, тасты да жарат, қопарат. Ол бір деңгейге жетеді. Егер сенің қолынан түк төгілмейді, мұжып, миын шұқи беретін әйел шұқи берсе, еркек адам ешқашан өшпейді, өнбейді. Енді жаңағы, белгілі бір деңгейге жетіп жатыр да, жаңа Тұрсын Алагөзов деген кісі. Халық танып жатыр, халық санасып жатыр, батасын беріп жатыр, риза болып жатыр. Жалпы ол кісі танымал болған жоқ. Оны әйелі танымал қылды. Ол кісі әйелі, мысал үшін, ол кісіге жаңағы өзінің қолындағы барды халықпен бөлісуді үйретті. Сол арқылы ол кісі халықтың алдында бір жылы жаңағы махаббатқа ие болды, жаңағы Тұрсын Алагөзов деген кісі. Бұның барлығы сол әйелінің мықтылығынан болып тұрды. Енді қазір қоғамда жолы болмай жүрген қаншама азаматтар бар. Енді ол өзінің де қателігі болуы мүмкін, бірақ солардың басым көпшілігін жаңағы аяғынан тартып тұрған олардың әйелі. Жақсы, мықты деңгейге жетіп жүрген еркектер бар. Оларды да алдыға сүйреп жүрген сол әйелдері. Сондықтан әйелдері қауымы, егер күйеулерің бір жетістікке жетсін, қандай да бір деңгейді бағындырсын, бір белесті бағындырсын десеңдер, күйеулерің миын шұқымаңдар. Болмай жатыр ма? Сен болдырасың, сенің қолынан келеді деңдеш, болды. Ол күйеулерің жарат. Әлі мұжудыңдар ма? Болды. Өздеріңді сол бір мұжықсынған біреудің бір бейшараның қатыны болып отырасыңдар. Мықты бір танымал кәсіпкер, мықты бір тұлғаның қатыны болам дейсіңдер ма? Онда күйеулеріңе поддержка беріңдер, миын шұқымаңдар. Мынау үйсіз жүрген қазақстандықтар туралы мен сіздерге бір айтқым келетіні бар ғой. Қараңыздаршы, барлығының счеттары блокқа түсіп, официально жұмыс істеп жатқан жоқ, доходтары жоқ, пенсионка жүріп жатқан жоқ. Бірақ олардың барлығы өңірде тұрып жатқан жоқ қой. Олардың көбісі аренда, квартира жалдап тұрып жатыр, үлкен қалалар. Хоть ана ауылда болса да қазақтың пәтері жоқ, қазақтар мысалға ауылдың ішінде де жалдап тұратындар да бар да, мысалға. Мен ұсынысты осы өкіметке және строительный компанияға тастағым келеді. Историясы жаман, ипотека бермейсің, доходы жоқ. Бірақ олар аренда төлеп тұрып жатыр ғой. Пәленбай жылдан бері арендада тұрып жатқандар бар. Пәленбай жылдан бері сол арендан төлеп келе жатқандар бар. Бір күн, екі күн төлемей қалса, пәтерден шығарып жібереді. Олар анық біледі да. Сол себепті строительный компаниялар сіздердің қаншама үйлеріңізді байлар алып бизнес жасап жатыр. Байлар 10 шақты, 30-40 квартираны алады да, мынау кедейлерге, мынау үйлері жоқтарға беріп жатыр да. Сол кедейлер байды байытып жатыр да, кедейлер одан сайын кедейленіп жатыр да. Сондықтан да строительный компаниялар осы үйі жоқ, историясы нашар, счеттары блокқа түскен азаматтарымызға үйді нотариально, нотариус арқылы доверенспен жасап, солай как оформлять етіп берсеңіздер, біздің қазақстандықтар өзінің үйі үшін жанпида төлейді, аренданы төлеп жатыр. Дәл сол сияқты өзінде қалатын болса осы пәтер, ипотекасыз, банксыз берсеңіздер, сіздердің де саудаларыңыз жүреді. Және де қазақтың да үй алуы мәртебесі өте жоғары болады. Сондықтан да осындай ұсынысты депутат мырзалар парламентте көтеріңіздерші. Осындай ұсынысты қазақстандықтарға беріңіздерші. Барлық қазақстандық өзінің үйі үшін жанын салып, аянбай сол үйді төлеп береді. Сол үйді толықтай жабуына әрекет жасайды. Аренданы төлеп жүрген деген сияқты.